Бақтыбек қызы Тамирис, 4-ші сынып оқушысы. Алғыс айтам бәріне. Бүгін бірі Наурыздың, алғыс айтам бәріне. Жүректегі сезіммен үлкен кіші кәріңе. Атар таңға мың алғыс, шапағатын сыйлайтын. Батар күнге алғыс көп, мейірімдігін жинайтын. Аналарға мың алғыс, саналы ұрпақ өсірер. Әкелерге алғыс көп, қатемізді кешірер. Балаларға мың алғыс, қуанышын арнайтын. Ағайынға алғыс көп, жамандыққа бармайтын. Әкеме алғыс, ұл болсын деп тілеген ер түрігімдей, өмірімде бірдей болуға баулып, қойнына басатын бөлтірігіндей, бақытым болар жырымды жария етсем, әуелеген әкемнің еркін үніндей. Мен Болатбек сезім, анама алғыс. Жанарымды жайнатқан жүргектегі елде, еңсізді дүзу жан болар ма едім. Құбат алды бесігін тербетпегенде, түн ұйқысын тәрки етіп тынымсыздыққа, қуанышы тасыған еңбектегенде. Алғыс, өнегенді түсіндім бар күшімменен, айналайым тағдырым қасиетімменен, келіп тұрар бетіме, қарлы шынымен, шабыттанған жаныма жауап қатқайсың, ей өмірім алғысқа алғысымменен. Еліме алғыс, балаң едім батаңмен жанаттың бағы, нәтижесі тілектің өзіңнен туған. Мына ұлыңның ақын болып жаратылғаны, қол жеткізіп еліме тарту етемін, биіктікті қыранның қанатындағы. Мектеп жанындағы шағын орталығы бар Бесқарағай орта мектебінің 4-ші сынып оқушысы Ғабит қызы Кәусар. Ұстазға алғыс, бағым жана батылмен белесқаныма төзіндіріп өмірдің талаптарына, ниет деген арманнан ең асқағына. Арқасында ұстаздың даналар баққан ой өресі бұл күнде кен аспаныма. Алғыс. Жалғасы болып өмірдің тұратын күліп, деп жүреді ардақтап көтеремін мен атамның аманат мұратын биік. Қиындыққа кездіксек соққы болатын, менің жаным мол үшін тынатын күйіп.